Сержан Арайдың ата-анасымен танысты. Қосылайық тележобасының аты аңызға айналған қатысушылары Сержан Арайдың ата-анасымен кездесті. Арай Сержанды ата-анасымен таныстыру үшін күн белгіледі. Міне, бүгін де келіп жетті. Сержанды Арайдың ата-анасы жылы қарсы алды. Ол Араймен қарым-қатынасы, алдағы жоспарлары және Сержанның отбасы туралы сөйлесті. Бұл туралы Арай Инстаграм желісіндегі парақшасында хабарлады. Жігіт қобалжыды, ұялғаннан недо телефоннан болдағанда. Әдемі гүлімен, күйеу баласымен ұқсастық бар ма қалай? Папам мен мамамның батасын алды деп жазды Арай Инстаграм желісінде. Желі қолданушылары Сержан мен Арайға бақытты болыңдар, жақында той күтеміз деп жарыса жазды. Ұзату мен үйлену той күнін және сырға салу қашан деп жазды. Сержан мен Арай желі қолданушыларының тойға қатысты сұрақтарына әлі жауап берген жоқ. Бірақ тойдың ауылы алыс емес. Себебі жақында тәтті шәй күні болады. Сержанның анасы мен туыстары Араймен тәтті шәй күнін жоспарлады. Тәтті шәй күні олар тойдың күнін келісіп алмақ. Естеріңізге сала кетейік, Сержан Қосылайық жаңа маусымына қатысып, тележобаның қатысушы қыздары Сержанға таласқан болатын. Тіпті бірнеше эфирде қыздар Сержанмен ара қатынас құрып жатты. Жаңадан келген қатысушылардың да көздері Сержанда болып, Сержанды тартып алмақ болды. Бірақ Сержан олардың көңілін қалдырмай, әрқайсысымен бір аптадай сөйлесті. Содан кейін есін жиып, эфирге бұрынғы ғашығы Арайды студияға шақырды. Арайда үміткер ретінде келмейтінін, Сержанның қасында қатысушы болатынын айтты. Себебі Арай Қосылайықтың қыздары Сержанды тартып алама деп қатты қорқады. Қазіргі уақытта Арай Сержанмен бірге 4 сағат бойы Сержанды ешкімге бермей қатысушы ретінде қатысуда. Бұл қос жұп қазір тойға дайындалып, отбасын құруға нақты қадамдар жасап жатыр. Мәлімет үшін айта кетейік, Арайдың Нәби есімді бір ұлы бар, Сержанның да ұлы бар.